Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тотығу дәрежесі. Тотығу дәрежесі дегеніміз бұл химиялық байланыста атомның электронды беру немесе жоғалту жағдайы. Байланыста атомның электрон беру немесе алу жағдайы. Мысалыға, біз натрий хлориді қосындысын жазатын болсақ, әрбір, яғни осы жердегі атомдарда белгілі бір тотығу дәрежесі болады. Ол дегеніміз, кейбір элементтер қосылыс түзген кезде, байланыс түзген кезде, байланыстағы электрондарды басқа элементтерге беру мүмкін. Бұған себеп олардың электр терістіктері. Яғни, электр терістілігі жоғары атом, электр терістілігі төмен атомнан электронды өзіне қарай тартуы мүмкін. Осындай тартудың нәтижесінде бізде екі түрлі байланыс түзілуі мүмкін. Ол иондық байланыс және коваленттік байланыс. Иондық байланыста бір атом екінші атомнан, яғни электр терістілігі жоғары атом, электр терістілігі төмен атомнан сыртқы электрондарын толығымен тасымалдайды. Нәтижесінде бізде ион пайда болады. Ал коваленттік байланыс түзілген кезде онда электр терістілігі жоғары атом, электр терістілігі төмен атомнан толықтай емес, жартылай ғана тартып, сыртқы электрондарын бір-бірімен бөліседі. Оның нәтижесінде коваленттік байланыс түзіледі. Яғни, осы екі жағдайда да, иондық байланыстарда да, және коваленттік байланысты қосылыстарда бізде тотығу дәрежесі деген ұғым бар. Бұл иондық қосылыстарда ион заряды болады. Мұндағы мысалда бізде хлордың заряды -1 және натрийдің заряды +1. Мұнда бізде хлорда -1, сутекте +1. Бұл шартты зарядтар. Себебі бұндағы атомдар толығымен электрондарын басқа атомға тасымалдаған жоқ. Шартты зарядтар. Осы біз ион немесе шартты зарядтарды тотығу дәрежесі деп атайды екенбіз. Тотығу дәрежелері теріс болуы мүмкін, оң болуы мүмкін, немесе нөлге тең болуы мүмкін. Қай қосылыстардың тотығу дәрежесі нөлге тең? Бұл жай заттарда. Мысалыға, оттек, азот, хлор сияқты жай заттардың тотығу дәрежесі нөлге тең. Сонымен оқушылар, әдетте металдар электрон беруші болып табылады. Электрон бергендіктен, мысалға бірінші мысалда натрий бізде металл. Не себепті металл? Себебі ол электрон берді хлорға. Сондықтан металдардың әрқашан заряды, немесе тотығу дәрежесі плюс болады. Ал бейметалдар, бейметалл әдетте электрон алушы. Яғни электрон алған кезде, мысалға мында бейметалл хлор, электрон алған кезде ол минус зарядталады. Бірақ әдетте деген сөзге мән беруіміз қажет. Яғни әрқашан емес. Кей жағдайда бейметалдар электрон беру мүмкін. Мысалға, екінші мысалда сутек бейметалл. Алайда ол хлорға электрон беріп тұр. Себебі хлордың электр терістілігі жоғары. Сондықтан кей жағдайда оң зарядталуы да мүмкін. Сонымен оқушылар, қазір біз тотығу дәрежесін анықтаудың бірнеше ережесін қарайық. Оның алгоритмі біріншіден біз қосылысты жазған кезде және оның тотығу дәрежесін анықтау үшін қосылыстың дұрыс ретін қоюымыз керек. Атомдардың бірінші электрон беруші атомдар, яғни олар міне оң зарядталған атомдар бірінші қойылады. Электрон беруші бірінші жазылады. Ал электронды алушы екінші жазылады. Екінші қадамда біз қанша электрон беріліп, қанша электрон алынғанын көрсетуіміз керек. Мысалға,
натрий бір электрон берді, хлор бір электрон алды. Осыны біз көрсетеміз. Қанша электрон алыс беріс болды. Үшінші қадамда біз индекстерін жазады екенбіз. Индекс дегеніміз ол әрбір атомның тұсында кіші сан. Ол сол атомның мөлшерін көрсетеді екен. Егерде 2 деген индекс тұрса, яғни сол атомның 2 данасы бар деген сөз қосылыстың құрамында. Енді оқушылар, біз қазір бірнеше тапсырма осыған сызып көрейік. Бірінші қарапайым мысалдан қарайық, бастайық. Фосфор 5 оксидінде біз фосфордың тотығу дәрежесін анықтап көрейік. Оттектің тотығу дәрежесі әдетте бізде -2-ке тең. Оны біз білеміз. Себебі ол 16-шы топта, оның сырт қабатында 6 электрон бар, валентті, және 8-ді толтыру үшін оған 2 электрон жетіспейді. Сондықтан әдетте көбінесе оттек қосылыстарда -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Оттектікі -2 дейміз. Жалпы кез келген молекулада немесе атомның жалпы заряды 0-ге тең. Осы заңдылықты біз білуіміз керек. Сонда фосфор 5 оксидінде де жалпы заряд 0-ге тең. Енді фосфордың тотығу дәрежесі белгісіз, оны x деймін. Фосфордың қанша атомы бар? 2 атом бар. Сонда 2x плюс оттектің 5 атомы бар. 5 көбейтілген оның тотығу дәрежесі -2. Әрбір оттек атомынікі. -2 тең, жалпы заряд бізде 0-ге тең. 0. Осы жерде 2x плюс -10 тең 0-ге. 2x-ті қалдырам, -10-ны мұнда жіберем. 2x тең 10-ға x тең 5-ке. Яғни бұл плюс 5. Сонда әрбір фосфордың тотығу дәрежесі плюс 5-ке тең екен. Бұл қарапайым мысал. Енді келесі мысал. Күрделі қосылыстардағы тотығу дәрежелерін анықтап көрейік. Мысалға, күкірт қышқылында біз тотығу дәрежесін анықтап көрейік. Күкірттің, себебі оттектікін біз әдетте білеміз, сутектікін әдетте плюс 1 екен білеміз. Алайда оқушылар, қазір сіздерге тотығу дәрежесін анықтаудың басқа бір жолын көрсетпекшімін. Бұл диаграмма сызу арқылы. Льюис диаграммасын. Диаграмманы дұрыс сызу үшін біз қосылыстың не нәрсе екенін, қандай қалдықтардан тұратын білуіміз керек. Бұл бізде қышқыл. Қышқылдар әдетте бірнеше негізді болуы мүмкін, егерде ол оттекті болатын болса. Бұл бізде оттекті қышқыл, оттегі бар, және оттекті қышқылдар бірнеше негізді болады. Яғни, онда бірнеше OH топтар бар. Мұнда сутектің санына байланысты екеу болса, яғни 2 негізді қышқыл деген сөз. Орталық атом бізде күкірт. 2 негізді қышқыл дегеніміз 2 OH тобы бар. 1 OH, 2 OH. Сонда бізде міне күкірт кетті салынды, 2 сутегі салынды, 2 оттек салынды, енді бізде не қалды? 2 оттек тағды. Оттекті мұнда саламын, ол күкіртпен байланысады. Алайда қандай байланыспен байланысу мүмкін? Екеселік ба, немесе дара байланыспен ба? Ол үшін біз күкірттің валенттілігін білуіміз керек. Күкірттің валенттілігі ол 16-шы топта орналасқандықтан 6 электрон бар. 6 электрон болғандықтан ол сол электрондармен мында барлық атомдармен байланысады. Яғни мында 2 электрон жұмсады, қалған 4 электроны мына 2 оттекке жұмсалады. Яғни әрқайсымен қос байланыспен байланысу қажет. Сонда бұл бізде күкірт қышқылының формуласы сызылды. Енді қарап көріңіздер. Осы жерде бізде барлық атомдардың тотығу дәрежесі айқын көрініп тұр. Ол үшін біз бір ғана мында ақпарат қосуымыз керек. Ол әрбір атомның электр терістілігі. Электр терістілік бізде қай атом тартады, қай атом беретінін көрсетеді. Оттектің электр терістілігі 3/5, күкірттікі 2/6. Сонда біз қарап отырмыз, мында мына байланыстың арасында оттек пен сутектің ортасында тартылыс болады. Оттектің электр терістігі жоғары болғандықтан ол сутектен электрон тартады. Қанша? Сутекте 1 электрон ғана қатысып тұрғандықтан ол сутектен 1 алады. Сутек сонда қанша электрон береді? 1-еуін береді. Сондықтан оның тотығу дәрежесі шартты түрде плюс 1 деп аталады. Мына сутекте де плюс 1 болады. Көріп тұрсыздар, себебі мына электрон 1 электрон оттекке қарай беріп тұр. Мына оттекпен күкіртті салыстыратын болса, күкірттен оттектің электр терістілігі жоғары. Сондықтан күкірттен де ол электрон тартады. Сонда 1 электрон ол сутектен, екінші электронды күкірттен, сонда жалпы 2 электрон тартады. Тартқандықтан біз минус деген заряд қоямыз. -2. Мына оттекте бізде -2 заряд деп алады. Енді күкірт 2 электрон беріп тұр, мына 2 оттектерге.
қарама-қарсы оттектерге қанша электрон береді? Мында 2 электрон, мында 2 электрон, әр оттекке 2 электроннан береді. Сонда мынаған біреу берді, екеу, минус 1, минус 1, мына оттекке екеуін береді. Себебі оның электр тестілігі жоғары. Минус 2 және минус 2. Жалпы барлығын қосатын болсақ, 6 электрон берді. 6 электрон бергендіктен оның заряды плюс 6 болады. Яғни мұнда минус емес плюс. Құштар? Тең плюс 6-ға. Яғни күкірт плюс 6 электрон беріп тұр. Мына оттек қанша электрон тартады? Неге де ол тартады? Себебі оның электр тестілігі жоғары. Қанша тартады? 2 электрон тартады. Сондықтан ол минус 2 зарядталады. Күкірттің заряды плюс 6. Яғни ол тотығу дәрежесі деп аталады. Келесі қосылыстыратын болсақ, кальций фосфаты. Біз мынандай тапсырма жасап көрейік. Кальций фосфаты осында екі бөлшектен тұрады. Металл және қалдықтан. Бұл қалдық бізде қышқыл қалдығы деп аталады. Кальций фосфатының формуласын сызуымыз керек, яғни мындағы кальцийдің және фосфат топтарының индекстерін анықтауымыз керек. Оны мен N және M деген белгісіз таңбалармен белгілеймін. Осы жерде анықтаймыз. Бірінші кальцийдікін анықтап көрейік. Кальций қай топта орналасқан элемент? Дұрыс, екінші топта. Яғни екінші топтағы барлық элементтердің сырт қабатында 2 электрон бар. Және олар 2 осы электрон басқаларға береді. Не себепті олар береді? Себебі екінші топта орналасқан атомдардың барлық элементтердің металл. Ал металл электрон беруші дегенді білдіреді. Екеуі синоним. Сондықтан кальций металл болғандықтан және ол екінші топта орналасқандықтан ол 2 электрон береді. 2 электрон бергендіктен оның тотығу дәрежесі плюс 2-ге тең. Енді мына қышқыл қалдығын қарастырайық. Ол PO4 немесе фосфат деп аталады. Ол қай қышқылдан пайда болған? Ортофосфор қышқылдан. Оның формуласы H3PO4. Бұны білесіздер. Енді бұл қышқыл болғандықтан ол оттекті қышқыл және бірнеше негізді. Қанша негізді? Дұрыс, сутек санына байланысты 3 негізді. Сонда фосфор орталық атом OH, OH және OH. Міне 3 негізін салдық біз. Бір фосфор жазылды, 3 сутек жазылды, 3 оттек жазылды, 1 оттек қалды. Ол бізде мында сызылады. Енді қараңыздар, фосфор бізде нешінші топ элементі? 15-ші топ элементі. Оның сырт қабатында 5 электрон бар. Оның 3-еуі мына оттекпен байланысуға жұмсалды. Енді 2-еуі келесі қарама-қарсы оттекпен байланысады. Сонымен ортофосфор қышқылының диаграммасы осылай сызылады екен. Енді бұл бізде қышқыл емес, оның қалдығы, яғни одан сутекті алып тастаған кезде. Былайдан. Сонда мынау фосфаттың ионы деп аталады. Онда бізде фосфордың тотығу дәрежесі қалай? Оны анықтау үшін біз оның электр тиесілігі 2-де 1 екенін білеміз. Мынау бізде 3-те 5. Сонда оттек тартады 2 электрон минус 2. Мында ол екеуін фосфор мына электрон оттекке беріп тұр. Мынау оттек тартады екі жақтан, сутектен және оттектен, сондықтан ол минус 2, минус 2, минус 2. Мынадағы біреу алды, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, яғни плюс 5. Сонымен фосфордың тотығу дәрежесі плюс 5. Бірақ жалпы тотығу дәреже қанша болады, оқушылар? Мынаның барлығын қосамыз, яғни минус 2-ның 4-еуі бар, минус 8 плюс 5 тең болады минус 3. Сонда фосфаттың тотығу дәрежесі минус 3 екен. Оны мен мұнда белгілеп қоямын қазір. Енді біз индекстерін анықтауымыз үшін осындағы олардың тотығу дәрежелері қарама-қарсы қосылыстардың индексі болып келеді екен. Яғни минус 3 кальцийдің алдында 3 болып келеді, плюс 2 фосфаттың алдында 2 болып келеді. Сонда формула кальций 3, PO4, яғни оны жақшаға алуымыз керек, себебі 2 деген индекс фосфат тобына түгел тиесті. Келесі қосылыстардың болсақ, натрий силикаты. Бұл да бізде тұз болып табылады. Мұндағы индексін анықтауымыз қажет. N және M деп қойайын. Кремний бізде орталық атом, ол қай қышқылда пайда болады? Кремний қышқылынан, оның формуласы H2CO3. Екі негізді бірден формуласын салам. 2 OH бар. Және бір қос байланыспен оттек байланысқан. Мұнда да көрініп тұр. Кремнийдікі плюс 4, минус 2, минус 2, минус 2, плюс 1, плюс 1. Барлығы көрініп тұр. Түсінікті. Енді қышқыл қалдығы міне. Ондан заряды бізде минус 2, минус 2, минус 2, плюс 4, минус 2 болады. Жалпы заряды. Сонда силикаттың жалпы заряды минус 2, ол мұнда натрийдің алдында индекс болып келеді. Сонда мұнда 2 деген сан жазылады. А натрийдің заряды бізде плюс 1, себебі ол бірінші топтың элементі металл, электрон береді, плюс 1 мұнда жазылады 1. Сонда жалпы формуласы натрий
2 CO3 бір жалпы жазылмайтын ол көрсетілмейді. Сонымен оқушылар, бүгін біз тотығу дәрежесін қарастырдық. Оған байланысты бірнеше мысалдар қарадық. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.